Құрметті әріптес, алғашқы сабаққа қош келдіңіз. Бүгінгі сабақта біз Google аккаунт құрастыруды үйренетін боламыз. Ол үшін алдымыздағы ашылған терезенің добавить деген түймешесін басу арқылы бетті ашамыз. Келесі бетте бізде жеке өзіңіздің Chrome'да аккаунтыңызды құрастыр деген сөз шығады. Вход түймесін басу арқылы келесі бетке өтеміз. Бұл жерде сіз өзіңіздің жеке аккаунтыңыз болса, соны жасауға болады. Біз жаңадан аккаунт жасайтын боламыз. Ол үшін создать аккаунт түймешесін басып, для личного пользования деген түймешені басамыз. Аты жөнімізді толығымен осы жерге толтырып шығамыз. Одан кейін дәл түймешесін басу арқылы біз келесі бетке өтетін боламыз. Келесі бетте бізге туған күніміз және жынысымыз туралы ақпаратты толтырып өту керек болады. Осыны толтырып болғаннан кейін дәл түймешесін басу арқылы келесі бетке жолдама аламыз. Бұл жерде Google аккаунт сіздерге жеке собственный адрес email құрастыруға мүмкіндік береді және өзі де ұсынады. Мен өзінің ұсынған адресін таңдайын, дәл түймешесін басу арқылы пароль құрастыратын бетке өтеміз. Осы жерде жақсы ескеретін жайт, құрастырған аккаунтыңыз бен пароліңізді ұмытпайтындай етіп бір жерге жазып сақтап алыңыз. Дәл түймешесін басу арқылы келесі бетте біз телефон номерін енгізуіміз керек. Бұл жерде де ескеретін жайт, телефон номері бірнеше мәрте қолданылған болса, оны Google қабылдамауы мүмкін. Сондықтан жаңадан өзіңіздің атыңызға тіркелген номерді тіркеген жөн болады. Дәл түймешесін басу арқылы біз осындай бетке өтеміз. Мінекей біздің Google аккаунтымыз ашылып, біз өз парақшамызға өттік. Бізде осындай бет ашылады. Осы жердегі бұрыштағы түймешені бассақ, бізге ішіне кіруге мүмкіндігіміз болады. Личная информация, конфиденциальность, безопасность, настройка доступа, платежи, подписки деген бөлімдердің барлығын қарап шықсаңыздар болады. Әрі қарай дополнительно толтырып шықсаңыздар да болады. Келесі сабақта біз сіздерменен Google-дің беретін керемет мүмкіндіктерімен танысатын боламыз. Келесі сабақта көріскенше күн жақсы болсын. Сау болыңыздар.